Қарадыңыз ба? Қарай алған жоқпын. Шәкәрім Құдайбердіұлы бұл Абайдың әкесі. Шәкәрім Құдайберді Құнанбайдың кенже атты бәйбішесінен туған. Жарай ма? Сонда оның Абайдың Құдайберді, Шәкәрімнің әкесі Құдайберді Абайдың бауыры болды. Сонда Шәкәрім Құдайбердінің Абайдың бауырының інісі. Сол үшін ол оның немере інісі деп аталады. Мына жерде жазған бекен. Немере інісі қысқасы. Немере інісі. Ол кезде ру болып бірге өмір сүрген ғой енді. Өзі айтып тұр ғой, Құнанбайдың күнке атты бәйбішесінен, демек Абай қай жерге дүниеге келсе, Шәкәрім де сол жерге дүниеге келді деген сөз. Сол Шыңғыстауда, сол Абай ауданындағы қазір Шыңғыстау өңірінде 11 шілдеде дүниеге келеді. 1866 жылы әкесі Құдайберді қайтыс болған соң, Шәкәрім атасы Құнанбайдың тәрбиесінде болады. Жарай ма? Құнанбайға ол кім болады? Несі ме? Баласы ма? Немере болады ғой. Себебі Құнанбайдың баласы Құдайберді ғой. Ал Шәкәрім Құнанбайға немере болады. Және 66 жылы Абай 21-де болады ғой. 45 жылы өмірге келсе. Ол да есеп қалған адам болады. Сөйтіп, ал Шәкәрім небәрі 8-де болады. Әкесі қайтыс болған кезде. Ал Абай 21-де. Сөйтіп, ол Шәкәрімнің және Абайдың тәрбиесінде болады. Соның қасында жүріп, соның көп үлгі алады. Құнанбай ауылында өскен Шәкәрім өнерге, әнге жастайынан әуес болады. Домбыра тартып, мынау маңызды. Гармоньда ойнаған. Бұл сирек айтылады, бұл гармонь деген жалпы. Шәкәрім сұрап қалуы мүмкін сол үшін, жарай ма? Тіпті қолөнермен де шұғылданған. 7 жасынан хат таниды, әрі қарай өз бетімен оқыған. Шәкәрімде маған ұнайтын осы, бұл мысалы, анау медресеге барды, мынау жерге барды деген жоқ. Өз бетімен оқыған деп айтылады. Қараңыз, араб, парсы, түрік тілдерін жетік білу арқылы ол шығыстың классикалық поэзиясын нәр алады. Біз анау Абайдың білім алу каналдарының бірі шығыс поэзиясы дедік қой. Дәл сол дүниені Шәкәрім Құдайбердіұлы да алады. Шәкәрім Құдайбердіев табиғат, адам, қоғам, толған тебіреніске толы көптеген философиялық тұжырымдар жасаған. Әсіресе оны көп толғантқан қазақ халқының тағдыры, елдігі, болашағы дейді Сәтбаев. Шәкәрім өмірінің бірі жай өз шығармаларында әсіресе Мұтылғанның өмірі деген поэмасын айтады. Біз мысалы үшін автобиографиялық шығарма деген бар ғой, адамның өз өмірі жайлы жазған шығармасы. Мысалы Қалдырған деген Үкілі Ыбырайдың философиялық шығармасы, өзінің артынан қалдырған ойлары деп айтамыз ғой. Өз өмір баяны деген секілді. Шәкәрімге де қатысты Шәкәрімнің Мұтылғанның өмірі деген поэмасы бар. Бұл поэмасы өз өмірі жайлы. Мұтылған деген сөз ұмытылған деген мағынада. Жарай ма? Мен ұмытып кеттім деп айтамыз ғой біз. Сол ұмытып кеттім деген сөз ғой. Міне, ол да сол. 5-імде оқу білсін деп атанам берді сабаққа. 5 жасымда. 7 жаста жетім болып түскендей болдым абаққа. Әкесі қайтыс болды ғой себебі. Ардақты кенже жетім деп әлпештеді мені көп дейді. Атасын айтады. Надандыққа салды болды сеп қақпай ешкім қабаққа. Бұл жетім ғой, бұған жаңағы семеңдір деп әлпештеп өсірді, барлығы аяды, мүсіркеді. Сол менің надандығыма себепші болды дейді. Яғни оқымадым деген мағынада. Шәкәрім түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресін жазады. Сонда былай деп жазады. Мен пақыр өз әкем өлген соң ұлық атамыз Қажы марқұмның, яғни Қажы марқұм деген сол Құнанбай қажы бар. Құнанбайдың тәрбиесінде қалсам да, Қажы марқұм мені жетім деп аяп, қысып оқыта алмай, жетімді сылтау қылып ойыма не келсе соны істеп ғылымсыз өстім. Әйтсе де түркі танып, орысша хат танып қалдым деп айтады. Бұл Мұтылғанның өмірінде емес, түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресінде айтылған. Ел тану мақсатымен ол 1905-1906 жылы Меккеге барды. Яғни қажылыққа деп айтуға болады. Бұл жасында ол нешеде болады? 1855-те дүниеге келді ме? Жоқ. Абай қайтыс болған бір жыл. Абай өмірге келген кезде ол өмірге келген кезде 21-де болды. Міне,
Абай 1841-де 45-те дүниеге келді. Абай өмірге келген, керісінше, ол өмірге келген кезде Абай 21-де болды. 45 қосқан 21 қанша? 1866. Керісінше шатасып отырмын. 1858. Қате есептеген болсын да? 13-те болады екен. Мен шатасып жатырмын. 13-те болады екен. 858. Сонда мына жаста шамамен ол 40-та болады. Шамамен. 40-тың ар жақ бер жағында болады. Меккеге барып бұл сапарынан олжалы қайтады. Олжалы деген ол ешқандай бір атақ дәреже емес. Бұл барған кезде ол Стамбул, Париж кітапханаларында отырып жұмыс істейді. Францияға да барады деген сөз. Стамбулға, Түркияға барады деген сөз. Шығыс батыс ғалымдарының шығармаларымен танысады. Себебі ол арабша, парсша, түркше білген еді ғой. Бұл жөнде ол түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресінде және Мұтылғанның өмірінде баяндайды. Сонда бұл өмір баяндық жазбалары бұлар. Жарай ма? Яғни өз өмірі жайлы жазған. Шәкәрім осы сапарында Стамбул, Париж қалаларының кітапханаларының қазақ тарихына қатысты деректер іздейді. Қараңызшы. Қазақ тарихына қатысты деректер іздейді. Анау ең бірінші пікір білдірген Сәтбаев айтады ғой, әсіресе оны толғантқан қазақ халқының тағдыры елдің болашағы деп айту себебі осы. Жарай ма? Әрі қарай. Осы деректер нәтижесінде жазылған бірінші түркі, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі, екінші үш анық, үшіншісі мұсылмандық шарт атты еңбектерді Шәкәрімді философ және тарихшы ретінде танытады. Философ ол үш анық, мұсылмандық шарты, ал тарихшы ретінде шежіре жазылған ғой енді. Түркі, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі дейді. Шежірені тарихшылар жинайды. Сондықтан философ және тарихшы екендігі көрінеді деп сұралады. Мен логикасын түсіндіріп жатырмын. Жаттамай қалай жауап беруге болады. Ақын өмірде болып жатқан әрқилы құбылыстар мен өзгерістерді бағдарлап саралау үшін маған осы Шәкәрім өмірінде қатты ұнайтын дүние. Ол 1909 Абай қайтыс болған кезде қараңыз. Қайтыс болғаннан кейін деп айтып жатыр. Кейін деп айтып жатыр. 1910 жылдары 1909-да Абайдың кітап шығады, 1910-да қазақтың тұңғыш романы шығады ғой. Осы кезде ол Шыңғыста өңірінде Шақпақ деген жерде сая табады. Сая табады деген не? Бұл жалғыз өмір сүреді. Уединение деген бар ғой психологияда, яғни жалғыз қалады. Жалғыз өмір сүреді. Бұл қандай мақсатпен 40-қа келді мысалы. Біраз нәрсе оқыды, біраз нәрсе үйренді. Кеше Меккеге барып, Парижге барып, Стамбулға барып, кітапханалардан түрлі нәрсе ақтарып келді. Енді мен адам бір ойланады ғой. Қайдан келдім, қайдамын, қайда бар жатырмын деген секілді. Соны айтады. Өмірде болып жатқан әртүрлі құбылыстар мен өзгерістерді бағдарлап, саралау үшін, анализ жасау үшін оңаша қылады. Оның ел ішінен бойлық аулақ салып оңаша жүруін әркім әртүрлі түсінеді. Біреу ойлайды ғой, не ол жынданды ма ол, елден алшақтап соншама дейді. Сол жайлы кейбіреу безді дейді елден мені деген өз өлеңінде жазады. Жарай ма? Мен кеттім, сендер елде қойдың қалып, ешкімнің кеткенім жоқ, малын алып, яғни малын алып, ұрлап, қашып кеткенім жоқ. 55 жыл жинаған қазынамды оңашада қортам ойға салып дейді. Деп өзіне таңылған жалған жаланың басын ашады. 1917 жылы дүбірлі кезеңде Шәкәрім әділет жолы деп ұғып, ел ішіне оралып, халқымен бірге болуға бекінеді. Бұл былай. 1917 жылы не болады жалпы? 16 жылғы көтеріліс болады ғой. Сол кезде Шәкәрім, Құдайбердиевтер, жалпы қазақтар өте жақсы қарсы алады, себебі оған дейін монархия болады ғой. Білесіз ғой, Романовтар әулеті 300 жыл басқарады деп Жамбыл Жабаевта келдік қой. Оның құлауын жақсы жаңалықтың бір белгісі ретінде, соның бір нышаны ретінде қабылдайды. Сөйтіп осы кезде ел ішіне оралып, халқымен бірге болуға бекінеді. Ақын өмірінің соңғы кезеңде оңаша тірлікке қайта оралады. Алайда қазақ елін жайлаған асыра сілтеу құрығын ілініп, 1931 жылы 2 қазан күні мемлекет саяси басқарманың өкілдері ақынды оңашада үйінен ауданға бара жатқан жерінде, яғни жолда атып өлтіреді. Оның сүйегі құдыққа тасталады. Жерілмейді оны. Тіпті. Сөйтіп ақынға қарулы бандылар тобымен байланысқан деген ойдан шығарылған айып тағылады.
Шәкәрім 1959 жылы Қазақ әдебиеті газетінде бір рет өлеңі суретімен жарияланған. Бұл оқиға ақынның алғаш рет азаматтық ақталу саналып тарихта қалды. Ақталады деген сөз. Бірақ 59 жылы ақталмайды, 1988 жылы ақталады. Қазір оған келеміз. Шәкәрім Құдайбердіұлына қатысты деректер тілмаш болды деп айттық па? Жоқ. Тілші болды деп айтпадық. Ғалым болды деп айтпадық. Жоқ. Зерттеуші болды деп айтпадық. Құнанбайдың немересі екендігі рас па? Иә, рас. Рас. Ақын екендігі рас қой. Және оның сазгерлігі бар. Кеше біз Абайдың сегіз аяғына ән шығарғандығын айттық. Біріншіден, екіншіден, оның бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деген әні бар, атақты. Одан бөлек шын сырым бар, басқасы бар. Естіңіздер ме? Естіңіз бе ол ән негізі? Естіген болуыңыз керек. Сіз атыраулық емессіз бе, иә? Иә. Тамара Асар деген сіздің жерлесіңіз ғой. Иә. Сол айтады. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Сол Шәкәрімнің әні. Кеттік. Бесімде оқу білсін деп айтқанына қарағанда. Ұмытылған өмірі. Ұмытылғанның өмірі Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ал кәне. Төменде Шәкәрім Құдайбердіұлының өміріне қатысты мәліметтер берілген дейді. Шақпақта оңаша өмір сүреді. Қай жыл еді? Мен қандай даталармен байланыстырдым? Абайдың кітабы шығады және бірінші қазақ роман шығады. Демек, 1909-1910. Ой, жақсы, керемет. Әрі қарай. Атасы Құнанбайдың қамқорлығында болады. Иә, осы болады. Дұрыс. Бұл ең біріншісі шығар енді, иә, кішкентай кез ғой себебі. Жоқ, барлығы болады. Бұл жақта просто хронологиясы табу керек. Қайсынан кейін. Қамқорлығында болады. Бұл 8 жасында. 66 жылы қайтыс болады. 66. Ары қарай. Меккеге барады. Қай уақыт еді? 4-5. 1904 және 5. Абайдың қайтыс болатын уақытымен елестетіңіз. Ары қарай. Ел ішіне оралады. 1917. 17. Ой, қандай жақсы. Әкесі Құдайберді дүние салды. 18 жасында. Енді, мұна былай ғой. Мұна 2 мен 5 бір-бірімен тікелей байланысты ғой. 5 болады, 5-тен кейін барып 2 болады ғой міндетті түрде. Иә. Дұрыс па? Демек, жауап қайсы деген сөз? Ең бірінші болатыны 5 екендігі түсінікті ғой. 5. Ал еді, ары қарай. Б, Д, Е. Қайсы? Бірінші Меккеге барады, сосын жеке өмір сүреді, сосын төңкерісте болады. Ел ішіне қайта оралады. Демек? Вма? Солай ма? Ды ғой. Қараңыз, Меккеге баратыны 1904-1905. Ал төңкерістен кейін ел ішіне оралатыны 1917 ғой? Иә. Демек, жауап да болады. Өте жақсы. Екінші жасайық. Енді бұл жерде Қажы марқұм деп тұрғаны кім? Құнанбай. Құнанбай атасы болған ғой, иә? Соны айтып тұрмын. Жақсы. Жауап бере ғой. Шәкәрімнің философ, тарихшы ретінде танытқан туындылары мұсылмандық шарты. Жақсы. Түркі, қырғыз, қазақ хандар шежіресі болады. Жақсы. Сосын мұсылмандық тұтқасы деген болма. Жоқ, мұсылмандық шарты. Мұсылмандық тұтқасы деген бұл кім ғой? Ыбырай Алтынсарин ғой? Үшіншісі бермеген болуы мүмкін. Үшіншісі Мұтылғанның өмірі еді ғой? Иә. Ол жоқ. Қараңыз. Қазақтың шығу тарихы бұл Абай. Дұрыс қой. Қырғыздар туралы жазбалар бұл Шоқан. Сарыханның кімдік екендігі Мәшкүр Жүсіп. Мұсылмандық тұтқасы бұл Ыбырай Алтынсарин. Хан жарлықтарын кім зерттейтін еді? Шоқан Уәлиханов. Үшінші жауабымыз бар екен ғой біздің? Үш анық тұр ғой. Иә. Үш анық тұр.
Төртінші бар, ұмытылғанның өмірі. Төрт жасай ғой. Шәкәрім Құдайберген өз өмірі туралы қай еңбектерінде айтылады? Бұл ұмытылғанның өмірі болған сияқты басқа. Екіншісі бар еді? Қандай еді? Жалпы түркі, қырғыз һәм... Ой, жарайсыз, өте жақсы. Өлеңдеріне келейік. Поэма емес, әзірге өлеңдер. Жуандар. Жуан деген бұл жерде тура мағынасында емес қой енді. Басшылар деген мағынада ғой. Ел билеген жуандардың өктемдігі, парақорлығы сыналады. Қулар. Бұл ел билеудің екіжүзділік пен жағымпаздыққа, пайда күнемдікке ұмтылған шынайы кейіпкер суреттеледі. Партия адамдар. Қазақ арасындағы алтыбақан алауыздықты, бірін-бірін көре алмаушылық, залымдық, ұрлықты, ант бергіштерді сынап мінейді. Бізде андай бір түсінік бар ғой, партия болар кезде, депутат болар кезде ант беріп қашып кетеді дейді ғой. Міне, сол арқылы есте сақтақсыз болады. Партия адамдар деген. Бай мен қонақ. Қазақ арасына көп тараған тоғышарлық, жалқаулық, еңбексіз тіленушілікті өткір оймен шенейді. Бұл өлең ащы мысқыл монолог күйінде келеді. Яғни сарказм және монолог. Жарай ма? Бай мен қонақ. 1988 жылы Шәкәрім шығармалары кейбір түзетулер енгізе отырып, кітап болып жарық көреді. Сол жылдан бастап Шәкәрім аты елге танылып, оның шығармалары көпшіліктің қолына тиді. Себебі бұл жылы ол ақталды. Жарай ма? Ағартушылық бағыт дегеннің не екенін білеміз. Үш ақ түрлі өмір бар жастарға. Жастарға деген өлеңінде жүз айтқанмен өзгенің бәрін надан, жалыналы қабайға үшер баралық. Яғни абайды өзгелерге үлгі етеді, соны ұстаз тұтады, соны үлгі алуға шақырады. Жақсы біліміз деуілде жалық балық, табылмаса тарғып, талық балық, салақтықты қоялық, сақ болалық, білгенді білмегенді анықталық. Жүз айтқанмен өзгенің бәрін надан, жалыналы қабайға жүр баралық дейді. Бұл жастарға. Насихат. Ғылымсыз адам хайуан, жасымнан жетік білдім түрік тіл. Бұл жерде сізге сәл қиындау болуы мүмкін. Үш ақ түрлі өмір бар. Атауы кішкене ғылым білімге келмейді. Жастарға ғылым білімге келеді, насихат ғылым білімге келеді. Ғылымсыз адам хайуан, ғылым білімге келеді. Жасымнан білдім түрік тілін деген тағы ғылым білімге келеді. Тек осыны үш ақ түрлі өмір барды шатастырмасаңыз болды. Жарай ма? Жасымнан жетік білдім түрік тілін. Бұл танбаймын, шәкіртімін Толстойдың деген ұлы жазушыға өзінің көзқарасын білдіреді. Толстой жайлы айтылған еңбегі десе жасымнан жетік білдім түрік тілін болады. Бұл қалай? Кейбір сұрақтарда былай деп келеді. Абай қайтыс болғаннан кейін Шәкәрім өзіне ұстаз тұтқан тұлға десе, осы Толстойды көрсету қажет. Жарай ма? Сыма, Толстоймен екеуі де философ болған, біріншіден. Екеуі де қаламгер болған. Екеуі Толстой өмірінің соңында христиан дініне қарсы болып ислам қабылдаған деген түсініктер бар. Ол қабылдасын, қабылдамасын өзінің шіркеуде болып жатқан, қоғамда болып жатқан дұрыс емес нәрселерді Толстой шеней білген, айта білген. Ол сонысымен жақын болған. Сондай азаматтық үшін. Адамдық борыш. Бұны біз жаттап өскен боларсыз, Адамдық борышың не істе дейді? Халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. А деп келуі бізде қалай деп аталатын еді? Үнемі қайталап отыру керек. Ол асанас, жақсы. Адамдық борышың өмірдегі барлық асыл қазына тек еңбекпен келетініне көз жеткізеді. Мал жимақ. Малға достың мұңы жоқ деген Абайдың өлеңі бар ғой? Соны шатастырып алмаңыз, Арыңды таза ұстап, адал еңбек етіп ерінбеуге шақырады. Мал үшін, мақтан үшін мал жима. Мал үшін жи, жан үшін жи. Анау қазақ айтады ғой, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейді ғой. Яғни жан үшін жи деген сөз, мысалы үшін, өмір сүру үшін, тамақ жеу үшін өмір сүрме, өмір сүру үшін тамақ же дейді ғой. Сол секілді. Жақсы өмір сүру үшін, жаның рахат болу үшін мал жи дейді. Ал мақтан үшін емес дейді. Қазаққа көз сүзбектің қамы үшін жи дейді. Бұл өзгеге көз сүзу, яғни өзгеге құмарту, өзгеден қызғанбау үшін жи. Арың сатпа, терің сат. Терің сат деген адамның тері бар ғой,
еңбектен деген мағына ғой, терлеп еңбектен. Олар тізде ғибадат пен адамдық аршын жей. Махаббат тақырыбындағы өлеңдер. Анық, асық, әулие. Бұл мағынасы қандай? Әулие деген құдайдың досы, біз қазақ айтады ғой, әулие адам деп. Дінге жақын. Сол енді нағыз ғашық адам, анық, асық ол құдайға ғашықтық әулие адамда болады деген секілді. Жастық туралы, шын сырым, ақыл құсы, аспандай, адаспай, аспандаса. Бұлар махаббат тақырыбында өлеңдері. Бұл белгілеп қояйын. Шәкәрімнің ақынның қоғамның орны, жалпы ақындық өнер, сөз тазалығын абайша түсініп шығарған өлеңдер. Абай ақындық жайлы 3 өлең жазады дейтін еді қой, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, ақынның қандай болу керектігін айтады, және өнер өлең сөздің патшасы, тағы бір 3-ші өлең бар еді. Біреудің кісі өлсе, қаралы ол деп келеді. Туғанда дүниесігін ашады өлең, өлеңмен жер қойына кірер денең деп келетін еді ғой. Сол ізбен жазған, ақынның қоғамдағы орнын көрсеткен ақындарға, ескі ақындық, сынатарсың өзіңді, ажалсыз әскер, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Ән өлшеуіш, өлең, күміс, қоспасамыз аралас дейді. Абайда келеді ғой, артық сөз болмау керек деп келеді ғой. Өлең сөздің патшасы сөз сарысы, қиыннан қиыстырады ерданасы, тілге жеңіл жүрекке жылдайып, жұп-жұмыр тегіс келістің айналысы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы деп келеді ғой. Сонда айтады. Ән өлшеуіш, өлең, күміс, қоспасамыз аралас. Яғни бір ойды Абай мен Шәкәрім екі түрлі қылып жеткізеді. Түсіндіңіз бе? Ақындарға өлеңде ол ақындық өнер алдында зор талаптар қояды. Ақын мен поэзияның халық алдындағы міндеті мен мақсатына назар аударады дейді. Кәне, бірінші сұраққа жауап бере қой. Абайдан ғылым таппай мақтанба өлеңдегі даналық оймен жалғасқан Шәкәрімнің өлеңдері. Яғни ғылым таппай мақтанба не жайлы еді? Не ой тоже? Ғылым білім. Ғылым білім жайлы. Демек, Шәкәрімнің ғылым білім жайлы өлеңдерінің біріншісі дедіңіз сіз жастық туралы. Ары қарай? Жастық туралы емес, жастарға дедіңіз ғой. Кешіріңіз. Жастарға болды ма? Үш ақ түрлі өмір бар ше. Жоқ, ол не туралы айтты деген жоқпыз, ғылым туралы айтты деген жоқпыз. Әдейі соны айттым ғой бізге. Қараңыз. Үш ақ түрлі өмір бар, шатастырып қалмаңыз деп әдейі айттым ғой. Ол ағартушылық ғылымға кіре ме? Ағартушылық деген сол білім ғылым ғой? Ладно, иә. Үйрету ғой. Жақсы. Кеттік. Мал жемақ, адамдық борышың. Шәкәрім ғой. Адамдық борышың. Кәне. Сызбада Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдеріне қатысты ақпаратта берілген. Шәкәрімнің өлеңдерінің тақырыптары: ағартушылық бағыт, ақындық өмір, махаббат. Сода қалай істеймін ағай, мен түсінбедім. Бұл былай. Өлеңдеріне қатысты ақпараттар берілген. Қате берілген ақпараттар. Мысалы, Шәкәрімнің өлеңдерінің тақырыбы ағартушылық бағыт, ақындық өнер және махаббат деп үшке бөлейік. Ағартушылық бағыттағы өлеңдері насихат, сынатарсың өлеңді жасымнан жетіп білдім түрік тілінде. Бұл дұрыс па? Келе ме? Яғни қай номерациядағы өзінен бұрынғы келген сызбаға сәйкес келмейді. Мысалы, насихат, сынатарсың өзіңде не жайлы ол? Ағартушылық бағыт жайлы ме еді? Жоқ, ағартушылық емес. Жоқ, ол ақындық жайлы, иә? Демек, 5 жауаптардың арасында болу керек, мысалы үшін. Деген сияқты. Ары қарай. Түрік тілін. Тоже ағартушылыққа бағыттан негізделген. 11 буынмен жазылған. Осы неміс па ағай? 11 буынмен жазылған деп айттық па? Қараңыз. Бұл жасымнан жетіп білдім түрік тіліне байланысты. Сызықша осыдан төменге түсіп тұр, байқап тұрсыз ба? Яғни жасымнан жетіп білдім түрік тілін Толстойға қатысты 11 буынмен жазылған Абай өнегесін үлгі етеді. Абай өнегесін үлгі етеді деп айттық па біз? Жасымнан жетіп білдім түрік тілінде. Жоқ, ол емес. Бірақ Толстойды ұстатындығын айттық. Иә.
Демек 9 жауаптардың арасында болу керек. Б. 11 буынмен жазылған. Ал санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ме екен? Иә. 11 екен. Демек, B және F болады. Жарай ма? Екін талдайық. Шәкәрімнің шығармашылығына қатысы жоқ қатар. Ей жігіттер. Ақындарға айтылды, мал жеміға айтылды. Олар аралса әскер. Ей жігіттер. Жақсы. Енді әндер жайлы. Сазгерлік ән дәстүрін жалғастырушы дейді. Абайдың қаншаға жуық өлеңі бар еді? Роза? Қатып қалдың сіз менде Абайға. Абайдың қаншаға жуық өлеңі бар еді? 176. Өлеңі дедім бе? Әні? 20. 20-ға жуық. Шәкәрімде де дәл солай. Жарай ма? 20-ға жуық. Оның ішінде жастық, шын сырым әндері 21-23 жас кезінде жазылса, өмірдің соңына дейін әр жылда шығарылған әуенімен өлең күйлесім жалпы тапқан 20-ға жуық әндері бар. Әндерінен ақынның адамдық болысы, өмірге деген көзқарасы, сасқа қарманы айқын сезіледі. Сондай әндердің бірі, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. 1919. Ел ішіне кең тараған осынау әнді музыка зерттеушісі Затаевич нотаға түсіріп алған. Ән өлшеуіш, өлең күміс. Мына жерде не бар? Сызықша тұрса. Және мағыналы жанында келеді. Өте жақсы. Метафора. Өлең күміс емес, ән өлшеуіш емес, тура мағынасында. Дұрыс па? Қоспаңыз мес арыласыз. Артық алу, не кем салу, қарпы қалу жарамасына. Қарпы қалу деген сөз бір дыбыс, бір буын артық болса, үйлеспей қалады ғой өлең. Өлең, ән, соны айтады. Түсініңіз бе? Қалай тонкі бере алған ойды. Шын сырым бұл ән бұрынғы әннен өзгерек, бұл әрине Шәкәрім Құдайбердінің өлеңдері. Жақсы. Абайдың сазгерлік ән дәстүрін жалғастырушы екенін дәлел бола алатын. Бірінші сұрақ. Шын сырым. Екінші?